Assalamualaikum, qadırmedім Osman бауырлар. Мінекей біздің үйдің астында паркингте көліктер тұр. Енді бірте-бірте көліктерді контейнерге қарай жүктейміз. Енді Kia Sorento бар. Мына полицетті қазір айдап кетейін. Кішігірім сіздерге енді жолда кетіп баратып, бір тест-драйв жасай кетемін. Енді бұндай көліктердің барлықтарында автозавод болады. Қазір көлікті оталдырып, сіздерге бір қысқаша болса да тест-драйв жасаймыз. Неге оталып тұр? Полный комплектация. Пробег 13 мыңға жүрген. 4 вода. Жақшаныр, өте жақшанады. Мына жақта енді 2 кілті, 5 паровой зарядкасы. Қарасаңыздар 4 водада режим драйв және климатқа арналған қыста, тасы жер, құмды жер барлығы бар. 360 градус камерасы бар, мінекей. Және арт жағында 7 орындықта. Ал кеттік біз. Енді бұда 3.8 атмосферный мотор, 8 сатылы, 295 аттың күші бар. Өте керемет. Бізге мінекей кеше ғана қар жауған, бүгін күн жылып кетті. Енді Кореяның ауа райы осындай. Кореяның ақылды үйлерін қараңыздар. Осындай ақылды үйлерде төмен қарай 2 этаж, яғни 3 этаж паркинг болады. Ол жақта да кәдімгі завод газ көліктері тұрады. Және үлкен Қазақстанда Магнум сияқты үлкен магазиндерде болсын, үлкен здания болсын, оларда да осындай. Жернасы қанша төмен болса да, яғни завод газ көліктерде тұра береді. Енді бұл жақтан газдары заводтан әбден тесттен жасап шығарылған. Бесапасы жағы өте мықты. Жалпы мінекей енді мына жақтан спорт режимге қойып көрдім. Енді өздеріңіз Қазақстанда енді мынау осы қыс режиміне қоясыздар. Осыны жүрсеңіздер болады. Енді біз енді қазір бізде асфальт болғаннан кейін спорт режиммен бір жүріп көрем, сосын эко немесе комфортпен бір тексереміз. Енді эко мен комфорттың несі ұқсас деп ойлаймын. Жақсы. Енді бұл көліктердің барлығында комплектациясы өте жақсырақ болып келеді. Енді мына жақтағы опцияларын қарайтын болсаңыздар, мінекей передний парктроник, таудан түсетін режим және айналаны 360 градуста үнемі көрсетіп тұрады. Сонымен жүріп көрейік. Мінекей. Қазір 3.8 литр бензин болғанымен педаль өте жұмсақ, плавно қозғалады екен. Өте керемет. Маған қатты ұнады. Енді кәдімгідей енді педальді басып көрмесе қарқын өте жақсы. Ал мінекей енді камерадан өтіп кеткеннен кейін сәл-сәл басып көрейін. Шыны керек, мына көлікте енді объемы 3.8 емес, как будто бір 4 литр сияқты, 4-5 литр сияқты кәдімгідей тартыс өте керемет, жақсы, ұнады. Сәл-сәл биікке шыққанның өзінде де мен енді педалі сәл ғана бір 15-20% қанаға бастым, соның өзінде өте жақсы жұлқып тұр. Енді Қазақстан мен Кореяның ортасындағы мынау қозғалтқыш күші екі түрлі болады. Енді Қазақстандағы MPI мотор 3.5 литр бензин, Кореядағысында GDI мотор болып келеді. MPI мотордың
Ода да 8 сатылы болып келеді, бірақ олардан бір минусы аттың күші төмендеу. Оларда 249 аттың күші бар, ал бұл полицейдта 295 аттың күші бар. Мінекенде біраз кішкене жүріп келе жатырмыз. Көліктің жүрісі, айналаны круг обзорын қараған кезде барлығы анық, тұнық көрінеді. Кәдімгідей бір заманауи көлікте отырғанымыз бірден білінеді. Бағасына өте лайықты. Енді растамашкасымен біз енді жобалап есептеген кезде 20 миллион, 21 миллион теңгенің айналасына шығады. Тіпті мына көлікте, көліктің иесі көлігіне жақсы қараған екен. Тіпті мына жақтағы салафандарында, заводской салафандарында ашпаған екен. Мына жақта да бар. Негізі Кореяда осындай жылы жаңа көліктерде осындай көліктерін ұқыптап ұстаған адамдар көп. Осыларды алып қалсаңыздар болады. Енді жаңа салоннан алған көліктер енді жіберу өте қиын. Енді сәл осындай 30 мың километрге дейінгі жүрген көліктерді алып қалсаңыздар өте жақсы өздеріңіз үшін. Және оригинал таза көлікке не жетсін ағайын. Мінекей қазір кіріп келе жатырмыз. Жалпы Кореяның ішінде осындай автобустар мен көліктерді ары бері таси береді. Ал мінекей енді бүгіндікке 7 немесе 8 контейнер артылады. Жалпы біздің жігіттер барлығымыз артып жатырмыз. Мінекей қазір Қазақстанның кәдімгі қотыр жолында кетіп бара жатырмын. Жүріс өте жұмсақ. Енді біз бұл жолда талай седан болсын, басқа болсын айдап келе жатырмыз ғой. Мына көлікте кәдімгідей мықты. Ал енді сіздерге де осындай көлік бұйырсын. Аллах тағала істеріңізге береке берсін. Мінекей енді круг обзоры өте жақсы, 360 градус камера болғанның. Жалпы енді осындай үлкен көліктердің барлығында қазір Кореяда 360 градус камера қояды, және Hyundai Staria'ның жаңа түрі бар. Starex'in жаңа түрі бар, Staria. Соғында осындай 360 градус қойылған. Ал енді ағайын бауырлар, осы видеода сіздерге біздің комментарий лайк басып, комментарий қандай көлік алғыларыңыз келетінін жазып қойыңыздар. Ең бастысы ниет болса, Аллах тағала сол ниетке жеткізеді деген ойдамын.